Сәлематсыздар ма, достар? Бүгін біз Бағдаршам жобасымен танысамыз. Қазақ халқы ерте заманнан бері ою-өрнектерді түрлі бұйымдарды әшекейлеу үшін қолданған. Бүгін бізде түрлі түстермен жұмыс жасаймыз. Бағдаршам көшедегі қозғалысты реттейтін құрылғы. Ол жарық арқылы адамдар мен көліктерге белгі береді. Бағдаршамның үш түсі бар. Жасыл түс жүруге болады. Сары түс дайындалу керек. Қызыл түс тоқтау керек. Енді Lego F3 роботына бағдаршам түстерін тануды үйретейік. Бұл жоба үшін біз түс датчигін қолданамыз. Түс датчигі бағдаршамның түстерін анықтайды. Егер робот жасыл түсті көрсе, алға жүреді. Сары түсті көрсе, баяулап дайындалады. Қызыл түсті көрсе, тоқтайды. Осындай роботтар жол қозғалысын түсінуге көмектеседі. Енді сендер де өз бағдаршам роботтарыңды жасап көріңдер. Сау болыңыздар.